Әлемге әйгілі актер, каскадер әрі режиссер Джеки Чан Маңғыстау облысына келді. Голливуд жұлдызы өңірде түсіріліп жатқан халықаралық кино жобаға қатысып жатыр. Актердің қатысуымен «Доспехи Бога 4. Ультиматум» фильмінің түсірілімі Маңғыстаудың ерекше табиғи аймақтарында басталған. Кино туындының негізгі түсірілім орындарының бірі ретінде әлемге танымал Бозжыра шатқалы таңдалған. Түсірілім жұмыстарына 35 адамнан құралған топ қатысып, маусым айының 7-12 аралығында Бозжыра аумағында алғашқы кадрларды таспаға түсірген. Халықаралық жоба Маңғыстаудың табиғи көріністерін әлем көрермендеріне танытуға мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, мұндай ауқымды кино туындылар өңірдің туристік әлеуетін арттырып, Қазақстанның халықаралық кино кеңістігіндегі беделін көтеруге ықпал етеді. 2025-2026 жылғы театр маусымы қорытындыланып, еліміздегі сахналарда қойылған спектакльдерді 2 832 000-нан астам көрермен тамашалады. Маусым барысында Қазақстан театрлары көрермен назарының 16 000-нан астам спектакль мен мәдени бағдарлама ұсынды. Сонымен қатар 410 жаңа қойылым сахналанып, театр репертуары жаңа туындылармен толықты. Биылғы маусымда драма, опера, балет, музыкалық комедия, балалар мен жасөспірімдерге арналған қойылымдар көпшілікке жол тартты. Көрермен ықыласына ие болған спектакльдердің қатарында Астана опера театрындағы Қыпшақ қыз аппақ операсы, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрындағы Ұлы жібек жолы балеті, Астана балет сахнасындағы Кармина Бурана балет кантатасы және өзге де ірі жобалар бар. Театр ұжымдары тек ел ішінде ғана емес, халықаралық деңгейде де белсенді жұмыс жүргізді. Маусым ішінде 539 гастрольдік сапар ұйымдастырылып, қазақстандық өнер ұжымдары 191 халықаралық және республикалық фестивальге қатысты. Сонымен қатар отандық театр халықаралық байқауларда да жоғары нәтиже көрсетті. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар және жасөспірімдер театры Арт Орда фестивалінде ұлпан спектаклі мен гран-при иеленді. Мәдениет саласының өкілдері бұл көрсеткіштерді театр өнеріне деген қызығушылықтарын артып келе жатқанын белгісі деп бағалап отыр. Танымал әнші Қайрат Нұртас Маңғыстау облысындағы қарттарға арнайы барып, мерекелік көңіл-күй сыйлады. Өнер иесі өңір басшысымен бірге арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығына барып, ондағы қарияларды құттықтады. Кездесу барысында әнші өз өнерін көрсетіп, үлкендерге жылы лебізін білдірді. Аталған орталықта ерекше күтімді қажет ететін 138 қарт тұрады. Шара аясында қарияларға сыйлықтар табысталып, ізгі тілектер айтылды. Қайрат Нұртастың бұл бастамасы үлкенге құрмет көрсетіп, қарттардың көңілін көтеруге бағытталған игі іс ретінде бағаланды. Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданында өткен Алтай түркі әлемнің алтын бесігі халықаралық фестивалі Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергеннің гала концертімен қорытындыланды. Ауқымды кешке 50 000-нан астам көрермен жиналды. Концертті тамашалауға Қазақстан әр өңірінен келген тұрғындар мен қатар шетелдік қонақтар да қатысты. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, фестивальге әлемнің 30-ға жуық елінен делегациялар келген. Гала концерт барысында Димаш Құдайберген классикалық, эстрадалық және заманауи бағыттағы шығармаларын орындады. Көрермендер әншінің Олимпиако, Аве Мария, Голден, Смок, Викинг, Ұмытылмас күн, Махаббат бермаған сияқты танымал туындыларын тыңдады. Сондай-ақ қазақтың халық әні Ақерке композициясы жаңа өңдеуде алғаш рет орындалды. Бұдан бөлек кеш қонақтары тау ішінде, Дүрдараз, Сыранже шығармаларын және рок стилінде орындалған Адай күйін тамашалады. Әнші өз өнері арқылы қазақ музыкасының бай мұрасын кеңінен таныстырды. Фестиваль аясында қауіпсіздік шаралары да жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Қоғамдық тәртіпті сақтау үшін полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп, шара ешбір оқиғасыз өтті.